Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін мен кешкі асқа тефтели пісіретін болдым. Гарнирға пюре болады. Картошкасын суға салып қойдым. Қазір енді тефтелиға кірісетін боламын. Мұнда менде фарштың үстіне шала піскен күріш салдым. Қазір бір жуа, бір сәбіз және екі чеснок турап қосатын боламын. Барлығын қара бұрышпен, тұзбен араластырып тефтелиді жасайтын боламын. Сіздер тефтелимен бірге гарнирға кез келген нәрсені пісірсеңіздер болады. Өздерің жақсы көретін пюре, күріш, спагетти, гречка, макароны өте көп. Барлығы менде өте дәмді болып шығады. Міне фаршым, күріш, екі сарымсақ және бір пияз қостым ұсақтап турап. Ал мына жерде морковь, жуа, чеснок. Бұны қазанға салып майға қуырып аламын. Ол қуырылғанша тефтелиді дайындайтын боламыз. Және қуырылған осы сәбіз, сарымсақ, пияздың үстіне тефтелиді салатын боламыз. Дәу тефтелиларым дайын. Қазір жуа мен морковь қуырылып жатыр. Соның ішіне салып суға піскенше қайнатып аламын. Яғни су құямын да, кішкене ғана. Содан соң тефтелиларымды саламын. Не қыздар, тамағымыз дайын болды. Пюре, тефтели, соғымен. Күшті. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге әзірленіздер.